Бұл WebRTC деп оқылады екен Google переводчикте. ОРТК. WebRTK деп оқылады орысша. WebRTK-ны көбінесе вилочниктер білу керек. Сәлеметсіздер ме бәріне? Бүгін біз WebRTC мен жалпы біліп жүремін де деген не деген видеоларды қарап шығыңыздар. Өте керек сөздер таба аласыздар. Мысалы, расизм деген не, немесе интернет сөздерді сіз таба аласыздар. Не екенін білмейтіндер бар интернет. Тіпті хэштег деген не деген сұрақ туындайтындар бар. Ол жастарға күледі, бірақ үлкен кісілер білмеуі мүмкін. Сонымен видеоға көшейік. Бұл жалпы вилочниктер білу керек. WebRTC дегеніміз интернетке сіздің реальный IP адресіңізді береді. Мысалы, сіз бір IP, жалпы бұл қарапайым адамдарға керек емес, жалпы, бірақ вилочниктерге, бір интернетте білгісі келетіндерге WebRTC дегеніміз сіз, мысалы, бұл сіздің компьютеріңіз, мынау сіз VPN, прокси бірдеме сатып алдыңыз, бірақ интернетке реально VPN-нің кесірі сізге реально IP адресіңізді береді. Әрі WebRTC дегеніміз сізді видео веб-камера немесе микрофон соң барлығын көрсетеді. Кешіріп қойыңыздар, соған разрешение береді. Жалпы WebRTC деген бұл зияны жоқ және пайдасы көп керісінше. Бірақ егер сіз реально IP адресіңді мен нетем десеңіз, интернеттен жасырам десеңіз, онда осы WebRTC деген өшіруге тура келеді кез келген браузерде. Егер сіз реально IP адресімді көрсеткім келмейді, веб-камера, оған вообще доступ сұрайды ғой, негізінде рұқсат бола ма сіздің камераңызға? Сұрамай-ақ қойсын, мен мүлдем веб-камера, микрофоныма доступ жабам десеңіз, онда осы кез келген браузерде WebRTC-де, Chrome'да, Яндекс браузерде, Mozilla'да өшіруге болады. Әсіресе көбінесе Firefox, Mozilla'да, ал бұлай кез келген браузерде өшіруге болады. WebRTC-де вилочниктер білуге міндетті. Ал басқа адамдарға енді маңызды емес. Егер сіз деген не деген сұрақ туындаса, мысалы спам, стим, тіпті білмейтін өмірде кездеспеген сұрақтар болса, бірақ естіп жүрсеңіз, оны білгіңіз келсе, менде деген не деген плейлистте таба аласыздар деген. Соның ішінде көп видеолар табасыздар. Біліп жүремін жазыламыз. Осы видеоға лайк басып